Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасынан 92-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, міндетті түрде жазылып алыңдар. Одан кейін барып қоңыраушаны да басып қойыңдар. Себебі біздің арнамыздан 3-ші сыныптың, 4-ші сыныптың математикаларын қарап, өздерің түсінбеген тақырыптарыңды қарап, үй жұмыстарыңды тегін жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастап кетейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеу, қорытындылау, музыка. Яғни балалар, бүгін қорытынды есептерді өтетін боламыз. Сен есептеудің үйренген тәсілдерін қолданатын боласың дейді. Енді балалар, бізде бірінші есеп өрнектердің мәнін тауып, симфониялық оркестрдің құрамына қандай музыкалық аспаптар кіретінін анықта дейді. Яғни балалар, мына жерде біз көптеген аспаптарды көріп тұрмыз. Олардың астында есептер берілген. Солардың есептерін шығарып, астындағы мысалы 101 көбейтілген 4 дегеніміз мысалы, 101-ді 4-ке көбейтсек, бізде балалар 404 болады. 404 дегеніміз мына астында мысалы қарайтын болсақ, рояль. Дәл осы сияқты барлық есептерді шығарып, біз жаңағы аспаптардың, музыкалық аспаптардың аттарын тауып, симфониялық оркестрдің құрамына қандай музыкалық аспаптар кіретінін табуымыз керекпіз. Біріншісі бізде балалар жаңағы 101 көбейтілген 4 тең 404 болды. Бұл бізде рояль болды. Екіншісі 906 бөлінген 3, бұл бізде 302-ге тең болады, яғни литавра екен. Үшінші 101 көбейтілген 8, бұл бізде 808-ге тең. 808 дегеніміз бұл жерде тәрелкелер екен. Келесі бізде 303 көбейтілген 2, бұл бізде 606-ға тең, яғни валторна дейді. Келесі 150 көбейтілген 3, бұл бізде балалар 450-ге тең болады. Яғни балалар, бұл бізде труба деген аспап екен. Келесі 201 көбейтілген 4. Бұл есептің жауабы бізде 804 болады, яғни тромбон деген аспап екен бұл. Келесі 103 көбейтілген 2, бұл бізде балалар 206-ға тең болады, яғни бұл скрипка деген музыкалық аспап екен. Келесі 900 бөлінген 20 тең 45 екен. Бұл бізде гобой деген музыкалық аспап екен. Келесі 320 бөлінген 2, бұл бізде 160-қа тең болады, яғни флейта деген музыкалық аспап екен. Келесі бізде балалар 333 бөлінген 3 тең 111-ге тең болады екен. Яғни бұл бізде арфа деген музыкалық аспап екен балалар. Осылай балалар дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар номер 2-ші есеп. Қорапта болды, түрлі түсті қарындаштар, жай қарындаштар тіркестерін пайдалана отырып, сызба бойынша есеп құрастыр дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде сызба көріп тұрмыз. Яғни қарындаштарға байланысты есептер бар екен. Яғни бізде балалар мысалы 56 қосу 14 дейді. Бұлардың біреуі түрлі түсті жай қарындаштар болса, екіншісі жай қарындаштар болуы мүмкін. Екіншісі астында бізде балалар 29 деген сан тұр. Бұл бізде алынған қарындаштардың саны екен. Енді бізге балалар бұл жерде есеп құрастырып жазуымыз керекпіз. Осы сызба бойынша. Яғни мысалы берілгенде былай жасақ болады. Болды. Түрлі түсті қарындаштар 26, жай қарындаштар 14, алынды 29. Қорапта қанша қарындаштар қалды деген біз осындай есеп құрастырсақ болады. Енді бұл есептің шешуін табу үшін біз мынандай есеп жазамыз. Бірінші, жақшаның ішінде 56 қосылған 14, яғни түрлі түсті қарындаштар мен жай қарындаштардың санын бір-біріне қосамыз. Одан азайтамыз 29-ды, яғни қораптың ішінен алынған 29 қарындашты азайтып тастаймыз. Яғни 56-ға 14-ті қоссақ бізде 70 шығады, 70-тен 29-ды азайтқанда бізде 41 деген сан шығады екен. Яғни балалар жауабында қорапта қалды 41 қарындаш екен. Яғни қорапта 41 қарындаш қалды екен. Осылай балалар есеп шығарсаңдар болады. Келесі бізде балалар 3-ші есеп теңдеулерді шеш дейді. Яғни балалар бұл жерде бізде 4 теңдеу берілген екен. Біріншісін шығарайық. 56 бөлінген 4 қосылған x тең 257. Бұл жерде балалар бірінші 56-ны 4-ке бөліп, теңдеуді қысқартып жазып аламыз. Яғни 56-ны біз 4-ке бөлгенде бізде балалар 14 деген сан шығады екен. Яғни 14 қосылған x тең 257 деген теңдеу шықты.
Енді бұл жерде балалар x-тің мәнін табу үшін біз 257-ден 14-ті азайтады екенбіз, иә? Сонда бізде балалар 257-ден 14-ті азайтқанда x-тің мәні 243-ке тең болады екен. Енді мына тұрған x-тің орнына осы 243-ті жазып тексеріп көрейік, яғни 56 бөлінген 4 қосылған 243 дейді. 56-ны 4-ке бөлгенде бізде балалар 14 шығады. 14-ке 243-ті қосатын болсақ, бізде балалар 257 деген сан шығып тұр. Яғни бұл теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Келесі екінші теңдеу бізде y азайтылған 75 бөлінген 5 тең 800. Бұл жерде де дәл солай балалар. Y азайтылған 75-ті 5-ке бөліп аламыз, 15 шығады, е? 15 шығады, тең 800. Осылай жазып аламыз. Енді y-тің мәнін табу үшін бұл жердегі балалар біз 800-ге 15-ті қосады екенбіз. Сонда бізде балалар y-тің мәні 815-ке тең болады екен. Енді осы 815 деген санды мына тұрған y-тің орнына қойып жазып көрейік, яғни есептеп көрейік, дұрыс шықты ма екен. Яғни 815 азайтылған 75 бөлінген 5 тең 800 дейді. Бізде балалар 75-ті 5-ке бөлгенде 15 шығады, иә? 815-тен 15-ті азайтқанда 800 деген сан шығып тұр, яғни дұрыс деген сөз екен. Енді келесі бізде балалар үшінші теңдеу а қосылған 84 бөлінген 4 тең 570. Бұл жерде де балалар а қосылған 84-ті 4-ке бөлсек 21 деген сан шығады, тең 570 болады. Енді бұл жерде аның жауабын, яғни аның мәні қаншаға тең екенін білу үшін біз мына 570-тен 21-ді азайтамыз, сонда бізде балалар 549 деген сан шығады екен. Енді осы 549 деген санды мына аның орнына қойып жазып көрейік, тексеріп көрейік. Яғни 549 қосылған 84 бөлінген 4 тең болады. 84-ті 4-ке бөлсек, бізде балалар 21 деген сан шығады, иә? 549-ға 21-ді қоссақ, бізде балалар 570 деген сан шығады екен балалар. Келесі бізде балалар 4-ші есеп 84 бөлінген 7 көбейтілген 5 тең болады 120 дейді. Бұл жерде де балалар 84-ті 7-ге бөліп аламыз, 12 шығады, е? 12 шығады. 12 көбейтілген b тең 120 болады. Енді бұл жерде балалар бұның жауабын табу үшін біз мына тұрған 120-ны, яғни мәнін 12-ге бөледі екенбіз, е? Сонда бұны табу үшін 120-ны бөлеміз 12-ге, b сонда бізде балалар 10-ға тең болады екен, е? Енді осы 10-ды мына b-ның орнына қойып тексеріп көрейік. Яғни 84 бөлінген 7 көбейтілген 10, бұл бізде балалар сонда 120-ға тең болады екен. 84-ті 7-ге бөлеміз 12, 12-ні 10-ға көбейтеміз, 120 шығады екен. Балалар дәл осылай қатесіз дәптерлерімізге жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар 4-ші есеп есепте дейді. Яғни балалар бұл жерде өте қарапайым, бөлу амалдарын орындаймыз. 39-ды 13-ке бөлсек, бізде балалар 3 шығады екен, себебі 39-дың ішінде 13 бізде 3 рет бар. 54-ті 18-ге бөлеміз, бұл жерде де бізде 3 саны шығады екен, яғни 54-тің ішінде 18 бізде 3 рет бар деген сөз. Келесі 84-ті 12-ке бөлеміз. Бұл жерде балалар 84-ті 12-ке бөлгенде бізде 7 деген сан шығады екен. Келесі 72-ні 24-ке бөлсек, бізде 3 деген сан шығады екен. Келесі 56 бөлінген 14 тең бізде 4-ке екен. 70 бөлінген 14 бұл бізде 5-ке тең болады екен. 96-ны 32-ке бөлгенде бізде балалар 3-ке тең болады екен. 90-ды 15-ке бөлсек, бізде 6 деген сан шығады екен балалар. Осылай балалар есептің жауабын әдемілеп дәптерімізге жазып алайық, е? Келесі бізде балалар 5-ші есеп есепте дұрыстығын тексер дейді. Енді балалар бұл жерде көбейту бөлу амалдары берілген екен. 17-ні көбейтеміз 2-ге. Бұл бізде 34-ке тең екен, е? Бұның балалар дұрыстығын қалай тексерсек болады? Бұл жерде балалар дұрыстығын тексеру үшін біз керісінше, мысалы 17-ні 2-ге көбейткенде 34 шықса, осы мәнін біз көбейткішке біз бөлу арқылы біз дұрыстығын тексере аламыз. Яғни 34 бөлінген 2 17-ге тең болады, е? Сол сияқты. Келесі 65 көбейтілген 2 тең 130-ға тең болады екен. Келесі 550 бөлінген 5 тең 110-ға тең болады екен. 800-ді 40-қа бөлсек, біз 20-ға тең болады екен бұл есеп. 75-ті 5-ке бөлетін болсақ, бұл жерде бізде есебіміз 15-ке тең болады екен. 60-ты 8-ге көбейтеміз, 540 болады екен. Енді 84-ті 6-ға бөлетін болсақ, келесі 14 шығады екен. 960-ті 6-ға бөлетін болсақ, бізде 160 деген сан шығады екен балалар. Осылай балалар қатесіз дәптерімізге көшіріп жазып аламыз.
Келесі бізде балалар нөмір 6 есеп қалдықпен бөлуді орында дейді. Яғни балалар бұл жерде қалдықпен шығатын есептер берілген, сол есептерді біз орындайық. Бірінші бізде балалар 50 бөлінген 12 дейді. Бұл жерде балалар 50-ді 12-ге бөлсек 4 шығады, қалдық 2 екен. Келесі 85 бөлінген 18 тең болады 4-ке, қалдық 13 қалады екен балалар. Келесі 5 бөлінген 8 бұл бізде балалар 0-ге тең болады. Яғни себебі 5-тің ішінде 8 мүлдем жоқ. Ал қалдық бізде 5 болады екен. Келесі 21-ді 4-ке бөлсек бізде балалар 5 болады, қалдық 1 екен. 60 бөлу 7 бұл бізде балалар 8-ге тең болады екен, 4 қалдық қалады екен. Келесі 74 бөлінген 7. 74-ті 7-ге бөлсек бізде балалар 10 болады екен, 4 қалдық қалады екен. Келесі 18 бөлінген 4. 18-ді 4-ке бөлсек бізде балалар 4 шығады екен, 2 қалдық қалады екен. Келесі 3 бөлінген 6 дейді. 3 бөлінген 6 бізде 0-ге тең, себебі 3-тің ішінде 6 бізде мүлдем жоқ, яғни 0 деген сөз. Бізде қалдық бұл жерде 3 болады екен. Келесі 51 бөлінген 7. 51-ді 7-ге бөлгенде бізде балалар 51-дің ішінде 7 бізде 7 рет бар екен. Яғни бізде 2 қалдық қалады екен. Осылай балалар дәптерімізге жазып қоямыз. Келесі бізде балалар нөмірі 7-ші есептің А есебі бөлінгішті тап дейді. Яғни балалар бұл жерде бізде қалдықпен шығатын есептер тұр. Яғни бұл жерде бізде бірақ бөлінгіштері белгісіз болып тұр. Мына жерде бөлінгіштерін табуымыз керекпіз. Бұл жерде бөлінгіштерді табу үшін біз балалар бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосамыз, бір-біріне. Яғни, мысалы, біріншісін көрсететін болсақ балалар, міне 3 дегеніміз бізде бөліндінің мәні, оған бөлгішті көбейтеміз, 3 көбейтілген 4, оған 1 қалдық қосамыз. Яғни, 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 12-ке 1-ді қоссақ 13 болады. Яғни, бөлінгіш бұл жерде 13-ке тең болады екен. Келесі бізде балалар, бұл жерде де 3 көбейтілген 4 болады, оған 2 қалдық қосылады. 3-ті 4-ке көбейткенде 12, қалдық 2-ні қоссаң 14 шығады екен. Яғни бөлінгіш бұл жерде 14 екен. Келесі мына жерде бөліндінің мәні 3 екен, бөлгіш 5, қалдық 3 екен. Енді бұл жерде 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15 болады, 15-ке 3-ті қосамыз 18 болады. Яғни бөлінгіш бұл жерде 18-ге тең екен балалар. Енді келесі бізде балалар 8-ші есеп есептерді шығар дейді. А есебі. Мерекеге орай қаланың орталық алаңы безендірілді дейді. Ол үшін әр қайсында 20-дан 30 қорап алтын түстес және әр қайсында 10-нан 30 қорап күміс түстес шарлар сатып алынды дейді. Барлығы қанша шар сатып алынды дейді. Бұл жерде балалар бірінші берілген жазбалар, яғни алтын түстес 20-дан 30 қорап шар, күміс түстес шарлардан бізде 10-нан 30 қорап шар екен. Барлығы қанша шар сатып алынды дейді. Бұл жерде енді балалар шешуін шығару үшін біз мынандай есеп шығарамыз. Яғни 20 шар, әр бізде алтын түстес қорапта, алтын түстес шарлардан 30 қорапта 20 шардан бар екен. Яғни 20-ны 30-ға көбейтеміз. Оған қосамыз, күміс түстестен 10-нан 30 бар екен. 10-ды көбейтеміз 30-ға. Енді балалар 20-ны 30-ға көбейтсек бізде 600 шығады. Оған қосамыз, 10-ды 30-ға көбейтсек бізде 300 шығады екен. 600-ге 300-ді қосқанда бізде 900 шар шығады екен. Яғни балалар бізде жауабында барлығы 900 шар сатып алынған болады екен. Енді келесі бізде балалар А есебі. Кондитер фабрикасында сыйлықтар қораптарға салынды дейді. Бір қорапқа 20 сыйлық сыяды. 800 сыйлықты салу үшін қанша қорап қажет? Кері есептер құрастыр және шығар дейді. Енді бұл жерде балалар бірінші берілген жазбалар, мысалы бізде балалар бір қорапқа бізде 20 сыйлық сыяды деп тұр. 800 сыйлық қанша қорапқа сыяды деп осылай берілген жазбаламыз. Енді бұл жерде балалар есеп өте қарапайым шығады, яғни шешуінде 800-ді біз 800 сыйлықты 20 сыйлыққа бөлеміз, сонда бізде балалар 40 қорапқа сыяды, яғни балалар жауабын біз 800 сыйлықты салу үшін 40 қорап қажет деп біз осылай жауабын жазып қоямыз балалар. Қатесіз әдемілеп дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде балалар соңғы 9-шы есеп.
тура теңдік шығу үшін цифрлардың арасына қосу және азайту таңбаларын қой дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген цифрлардың арасына біз қосу, азайту таңбаларын қойған кезде бізде теңдігі бірге тең болу керек екен, иә. Яғни балалар, бұл жерде қосу, азайту амалдарын былай қоямыз. Яғни 0 қосу, 1 қосу, 2 қосу, 3 қосу, 4 азайту, 5 қосу, 6 қосу, 7 азайту, 8 азайту, 9 болады екен. Сонда балалар, осылай, дәл осылай таңбаларын жазатын болсақ, бізде теңдігі бірге тең болады екен балалар. Дәл осылай балалар, дәптерімізге қатесіз көшіріп жазып аламыз балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңырау шанады басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Және де балалар, біздің арнамыздан 3-4 сыныптардың математикадан барлық тапсырмаларын тауып, қарап, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар.